Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бұл сабақтар тізімі толыққанды сайт жасауды үйретуге арналады. Қазіргі таңда интернетте көптеген орыс тілінде, ағылшын тілінде видео уроктары бар. Бірақ қазақ тіліне келер болсақ, мұнда ақпарат өте аз, сондықтан да мен осы видео уроктарды жазуды шештім. Біз бұл видео уроктарды практика жүзінде өтетін боламыз. Сондықтан да мен келесі сайт дизайнын дайындап қойдым. Ол мынау сайт болып табылады. Біз осы видео уроктардың барысында біз осы мынау көріп тұрған сайтты толыққанды басынан соңына дейін жасауды үйренетін боламыз. Бұл қандай сайт? Бұл портфолиоға арналған сайт. Бұл жердегі фотограф қыздың жеке портфолиосына арналған сайт болып табылады. Яғни бұнда сол қыздың жұмыстары және де соның контактілерін және де өзге де ақпараттарын табуға болады. Яғни визитный карточка секілді, бірақ бұл сайт түрінде. Бұндай сайттар ең қарапайым сайттар болып табылады. Бұндағы функционал бар болғаны қолданушыға ақпаратты көрсету болып табылады. Яғни қолданушыға, осы сайтты қолданатын адамға осы портфолионың иесі жайлы ақпарат беру болып табылады. Және де сонымен қатар ол қолданушы осы сайт иесімен байланысқа шыға алады. Бізде бұл сайт қарапайым болып табылады, яғни ол 5 түрлі типті, яғни 5 типті беттерден тұрады. Яғни бірінші беті басты бет, потом жұмыстар тізімі, бұл жер портфолионың, яғни спискісі болып табылады. Ал үшіншісі жұмыс толығырақ деген нақты бір фотосессияның бүкіл суреттерін көруге мүмкіндік береді. Мен жайлы ақпарат бетінде осы сайт иесінің ақпараттар болып табылады. Яғни ол өмірбаян болуы мүмкін, немесе өзге де маңызды ақпараттар болуы мүмкін. Ал соңғы бет, байланыс беті, ол бізде осы сайт иесіне хат жазуға болады, немесе оның телефон нөмірі, емайл, адресін карта арқылы көруге болады. Қазір біз мынаны толығырақ көретін болсақ, мына кнопканы басайын. Так. Қазір загрузить болсын. Бізде бірінші көріп тұрған нәрсе бұл мынау басты бет, портфолио деп тұрған бұл меню болып табылады. Бұл меню полноэкранны, яғни мынау бүкіл экранды алып тұр. Сондықтан да өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау X кнопкасы арқылы өшіріп тастауға, яғни жауып тастауға болады. Қазіргі сіздердің көріп тұрғандарыңыз бұл тек сурет қана. Біз осыны кейін жұмыс істейтін реальный работающий сайт жасайтын боламыз. Пока бұл сурет қана. Мына мысалға қазір мына жерде өтіп қарайтын болсақ, мына мынау көріп тұрғандарыңыз жай сурет қана, бұл қолдан салынған суреттер. И келесі бетті ашатын болсақ, онда бұл басты бет болып табылады. Мына Алтынай деген сайт. Бұл Алтынай деп аталғаны, бұл осы сайт иесінің атымен аталған, Алтынай Санжарова деген, яғни бұл кездейсоқ қойылған ат. Бірінші ойға келген аттардан құрастыра салғанмын. И бізде бірінші көріп тұрғанымыздай, ол сол қыздың бір фотосы. И мынандай кішігірім ақпарат, мен жайлы дегенде батырман басатын болса, онда ол мен жайлы деген бетке өтетін болады. И оның астына түсетіп беретін болсақ, мына менің жұмыстарым, бұл жерде жұмыстардың категориялары тұр. Яғни ол табиғат жайлы суреттер түсіру мүмкін, love story, қызықты заттер, яғни мынандай әртүрлі вечеринка, отырыс, сондайлар түсіруге болады. И той суреттері, қазіргі танымал фотографтардың көбісі осы той суреттерімен айналысады. Одан бөлек бизнес, яғни коммерцияға арналған суреттер түсіру мүмкін, немесе
персональный, яғни жеке фотосессия түсіру мүмкін. И астында, біздің сайттың ең астында там кішігірім ақпараттар бар, ол адрес, там мынау менюдің үстіндегі меню, жәндегі ашқан менюдің астында да копиясы бар, яғни дупликаты. Егер бір белгілі бір себептермен мынау меню бір ашылмай қалатын болса, онда сайтты қолданып отқан адам мынау ең астына түсіп, мына арқылы да өзге беттерге көшуге болады. Одан бөлек осы сайт иесіне хабарласа аламыз, бірақ ол үшін оған бірінші электронды поштамызды жазып жіберуіміз керек, сөйтіп ол сізге уақытында ответ қайтарады. И мына жерде мына копирайт, яғни авторский право, яғни осы сайт осы Алтынай Санжарова тиесілі. Одан бөлек мынау соның әлеуметтік желілердегі аккаунттарына сілтеме болып табылады. Так, бұл бірінші бет, яғни басты бет. И екінші бетіміз, ол бізде портфолио, яғни жұмыстардың тізімі беті. Бұл жерде үстіңгі жағында мынау категориялар таңдауға болады, яғни барлық сразу бүкіл соның ақпараттарын шығаруға болады, немесе портрет түрінде портреттеріне қатысты, табиғат, махаббат, мереке, яғни мына жерде табиғат активированный болып тұр, яғни осы разделда тұрмыз дегенді білдіреді. Мынау яғни басқаларға қарағанда түсі өзгеше, и астында мынау жолағы сәл өзгеше болып табылады. И бұнда да ол бірнеше суреттер бар. Бірақ бұл фотосессия болып табылады, сондықтан да ол бәріміз білеміз, бір фотосессияда бірнеше суреттер болуы мүмкін. Егер де біз мынау адамсатсыз өмір дегенге басатын болсақ, онда біз келесі бетке көшеміз, немесе любой біреуін бассақ, сондай сол портфолионың жұмыс жайлы толығырақ ақпаратқа көшеміз. Ол бізде қазір мынау бет, яғни мына адамзатсыз өмір деген жайында бастық, ол табиғат деген категорияда жататынын білдіреді, мына табиғат деп тұрған сөз. Одан бөлек артына бірінші үлкен суретті қойылады. Потом оған сипаттама берілген, яғни осы фотосессияның негізгі мақсаты там ондай. И дальше сол фотосессияға жататын бірнеше суреттер астында жарияланған. Бұл бет осы жалпылай осылай болады. И бізде төртінші бет, ол Алтынайдың мен жайлы ақпараты, яғни толыққанды ақпарат алсақ болады Алтынай жайлы. Яғни ол фотограф, там мына жерде астына түсетін болса, яғни оның опыты, 6 жылдық опыты, осы уақытқа дейін 396 адам дегенде клиенттерді суретке түсірген. Ол может быть андай компанияларға да арнап сурет түсіру мүмкін, сондықтан клиент деген более обширный описывать етеді, яғни осыны сипаттап өтеді. Оның мынау бір фотосессияда бір 10-20 шақты сурет түсіру мүмкін, сондықтан мұнда суреті көп. И мынау жүлде дегеніміз, ол осы қыздың түрлі конкурс немесе басқа да бір номинациялардан алынған орындары. Одан кейін мына жерде осы қыздың профессионалдық карьерадағы девизі болып табылады. Бұл мынау осы сөз. И келесі мынау танысайық, там соның өмір баяны, там неге қандай фотосессияларды қалай түсіреді, сол жайлы кішкене ақпарат, мына бетінде сурет, и астында футер, яғни сайттың астыңғы бөлігі. Келесі ол байланыс беті болып табылады. Байланыс бетінде оған хат жаза аламыз, яғни аты жөні, электронды поштамыз, и оған белгілі бір мәтінде хат жаза аламыз. Сөйтіп жөнелтсек, онда оған осы қызға сол электронды поштасына барады, и ол сізге осы мына жерде жазып кеткен почтаңызға ответ қайтарады. И дальше телефон, емайлы бар, мекенжайы бар, яғни офисі. Одан бөлек мына картадан именно мына мекенжайды көруге болады. Осы қай жерде орналасқан. И болды дейме. Бізде қазірге осы бүкіл страница осы 5 қана беттен тұрады. Мына 5 қана бет дегенде бұл негізі 5 бет емес. Мысалға мынау суреттердің әрқайсысын ашсақ, мынау жұмыс толығырақ деген сонша рет ашылатын болады. Сондықтан да бұл 5 бет емес, 5 түрлі, яғни 5 типті беттер, яғни бір-біріне қайталанбайтын беттер болып табылады.
бірақ кейін мысалға мына жерде той бетін басатын болсақ, так, той суреттерін басатын болсақ, мына жерде осы жұмыстар тізімде тойға қатысты суреттер шығады. Сондықтан да біз осы 5-ақ бет жасаймыз ба деп ойламаңыздар. Бұл просто 5 түрлі, яғни 5 типті беттер, бір-біріне ұқсамайтын беттер. Ал бірақ өз ішінде мынау қайталанып отыра беруі мүмкін. Мысалға сіздер ВКонтактеда немесе Инстаграмда бір адамның профиліне кіретін болсаңыз, оларда да сондай типті суреттер, бәрінде сондай типті архитектура, яғни логикасы бір. Егер де сіз мысалға біреудің Инстаграмда аккаунтына кіретін болсаңыз, онда ол соның астында суреттерін спискісін шығарып тұрады. Егер де сіз тағы да басқа бір аккаунтта болсаңыз, оларда да дәл сондай. Сондықтан мынау бесеуі логикалары басқаша, бірақ өз ішінде бірнеше даже мыңдаған беттерден тұруы мүмкін. Біз және көрсетіліп кеткен сайтты біз HTML, CSS және JavaScript технологиялары арқылы жасайтын боламыз. Егер де біз бүйтіп әрқайсысын жеке-жеке алып қарайтын болсақ, онда біз толыққанды работающий сайтты істеу, ол осы үшеуінің де араласуын қажет етеді. Так, біріншіден біз түсініп алайық, сайттарды вообще қалай жасауға болады, және оны қандай түрлері бар, және де біздің неге именно осы HTML, CSS, JavaScript пен сайт жасауды таңдаған себебімізді айтып кетейін. Сайт жасау жолдарына біз үш түрлі жалпылап алғанда үш түрге бөлсек болады. Ол біріншісі сайт құрастырушылары, яғни орысша конструкторы сайтов деп аталады. Ол онлайн сервис немесе бағдарлама түрінде болуы мүмкін. Мүмкін естіп жүрген жастар, мысалға Wix, Webflow, Tilda, Artister және тағы да басқа өзге де сайттар бар. Бұндай конструктор сайтпен жұмыс жасаудың негізгі артықшылығы, бұны тез істеуге болады. Мысалға бір сайтты бір күнде істеп тастауға болады, бірақ бұның бір жаманы, бұлар минусы деймі, бұндай конструктор сайтов платный, яғни платный программа, платный сервис болып табылғандықтан сіз оған ай сайын ақша төлеп тұруыңыз мүмкін. Егер де сіздің сайтыңыз 10 жылға арналған бір, не знаю, енді сайт жасағанда, мысалға сіз әшейін какой-то бір 2 ай ғана тұрады деп жасамайсыз. Сондықтан да егер сіз бір 10 жылға жасайтын болсаңыздар, сіз осы мынау программаларға 10 жыл бойы ақша төлеп тұруларыңыз керек. Мысалға мына Wix-та, по-моему, ай сайын бір $25 ма төлеп тұру керек. Ол біздің ақшамен салыстырғанда 10 000 теңге төлеп тұру керек. Яғни ол өте тиімсіз решение деймі, тиімсіз болып табылады. Одан бөлек бұл бағдарламалар сайт жасау, бұндай сервистермен сайт жасау оңай болғанымен, сіздер ода кез келген сайтты жасай алмайсыздар. Егер де біз кухнямен салыстыратын болсаңыздар, егер бұндай сайт құрастырушылар, яғни конструктор сайтовты біз бір кухнямен салыстыратын болсақ, бұлар сізге тура андай асхана, либо ресторандарда сияқты только определенный тамақтарды ғана бере алады. Яғни сіз кез келген тамақты сұрай алмайсыздар олардан. Маған мынандай деп бір редкий бір тамақты айтсаңыздар, олар сізге дәл сол момент істеп бере алмайды. Сондықтан да бұл сервистердің бір кемшілігі, сіздер өзіңіз ойыңызға келген сайтты істеймін деп күтпеңіздер. Бірақ бір 50-60% любой сайтты істеуге болады. Бұл оңай. Бұндайлармен жұмыс жасау. Яғни конструктор сайтпен жұмыс жасағанда сіздер тура PowerPoint-пен презентация істейсіздер ғой, мысалға сабақ, либо бір өмірде керек болуы мүмкін, не знаю. Тура сол сияқты жасалынады бұлар. Сондықтан бұған аса қатты ешқандай білімнің қажеті жоқ. Соның арқасында да бұндай сервистер оңай болып, яғни бұндай сервистермен сайт жасау ең оңай шешім болып табылады.
И келесі нәрсе ол Content Management System, яғни CMS системалар. Олар мына описаниясына жазып кеткен, яғни көптеген компоненттерден тұратын бағдарлама. Сіздер өмірлеріңізде может естіген шығарсыздар. Оларға WordPress, Joomla, Drupal, және тағы да басқалар жазады. Ол, по-моему, 1С Bittrex осы CMS система болып табылады. Бұлардың да ерекшелігі тура мынау конструктор сайт сияқты жұмыс жасайсыздар, яғни одандай drag and drop дейді, яғни мысалға тура PowerPoint-тағы сияқты суретті аласыздар да бүйтіп қоя саласыздар, сөйтіп андай сол жерде суретті таңдауға болады. Мысалға бір текст жазатын болсаңыздар, PowerPoint-пен мысалға қазір қарайтын болсаңыздар, так, мысалға қазір қараңыздар, мынау PowerPoint программасы деп есептейтін болсақ, біз егер мынау insert деп insert мысалға text box деп любой жер таңдап сол жерге текст жаза береміз. Так, мына ат жағында тұр екен просто. Так, сол секілді біз мысалға мынаны алып мына жаққа қоя салсақ болады жылжытып, либо мынаны алып былай жылжытсақ болады. Осы сайттар тура осы PowerPoint сияқты жұмыс жасайды, мына конструктор сайт и CMS-дерде тура солай жұмыс жасайды. Бірақ CMS-де сіздерде сәлде болсын білімді қажет етеді, яғни мына WordPress, Joomla, Drupalдың бәрі PHP тілінде жасалған, яғни сіз андай база данықтармен жұмыс жасау, MySQL-мен жұмыс жасауды білулеріңіз керек, одан бөлек PHP-дің версияларын разбираться ете алуыңыз керек, яғни олардың не разницасы бар екенін. И бұда да егер сіз толыққанды PHP, HTML, JavaScript тілдерін білмесеңіздер, онда сіз осы көптеген компоненттерден тұратын, яғни осы мүмкіндіктерін ғана пайдаланасыздар, яғни бірақ оларды біз плагин немесе темалар жазу арқылы функционалын көбейтуге болады. Егер де осы контент менеджмент системамен көптеген сайттар жасауға болады. Мысалға мына конструктор сайтымен сіз только андай визитный карточка және де өзге де қарапайым нәрселер жасайтын болсаңыздар, контент менеджмент системамен интернет-магазин, корпоративный сайттар, CRM сайттар және де өзге де күрделі сайттар жасауға болады. Бірақ оны жасаудың кезінің өзінде кішігірім технологиялар, яғни веб технологияларымен хабарыңыз болу керек. И соңғы үшінші сайт жасаудың варианты ретінде қолмен код жазу, яғни бұнда қолмен код жазу дегенде біз кәдімгі HTML, JavaScript, CSS және де серверлік тілдер, Python, C#, либо Java, PHP тілдерін пайдаланып, біз өз қолымызбен код жазатын боламыз, яғни сайтты өз қолымызбен құрастырамыз. Бұл үшінші жолдың ерекшелігі, сіз кез келген ойыңызға келген нәрсені жасай аласыздар. Мысалға алып қарайтын болсақ, егер де дегенде кухнямен салыстыратын болсақ, бұл да сізге конкретно бір өзіңіз любой бір продуктімен кез келген түрлі тамақ жасауға болады ғой. Сол себепті, яғни сізге только ұсынған тамақтарды ғана таңдай алмайсыз. Мынау конструктор сайтындағындай ұсынған тамақтарды ғана таңдау болса, ал мына жерде өзіңіз ойыңызға келген тамақты жасай аласыздар. Яғни біздің жағдайда ойымызға келген сайтты, кез келген сайт жасауға болады. Сондықтан да мен қолмен код жазу деген решениені таңдап алдым. Яғни бұл канал программированиені үйрету болып табылғандықтан біз осы жолмен сайтты жасайтын боламыз, және де көрсетілген сайтты. Так, сайт жасау кезеңдерін айтып кететін болсақ, біздің видеоурокта біз сайт жасаудың екі кезең өтетін боламыз. Яғни мына бірінші жобалау және дизайн дегенді мен уже істеп қойдым, яғни мен жобалап қойдым. Осы сайт портфолио болады, оның ішінде мынандай кнопка бассаң мынандай нәрсе ашылады. Анау почтаға жазатын нәрселердің орналасу ретін, қалай жұмыс жасайды, суреттер қалай тұрады, соның бәрін осы жобалауда құрастырып кету керек. Яғни үй соққандағы проекті сияқты ғой. Одан кейін дизайнда мен уже бұнда жасап қойдым, және де көрсеткен Figma бағдарламасына, яғни Figma онлайн сервисінде көрсеткен нәрсе осы дизайн бөлімінде, яғни сайттың болашақ келбетін жасау, және сіздер көрдіңіздер, яғни сайт біздің қазір осы видеороликтарда істеп болған соң сайт қалай көрінетінін сіздер көрдіңіздер уже. Яғни ол осы дизайн бөлімінде дизайнын жасау кезінде
осы кезеңге жатады, бірақ мен оны мынау екеуін істеп қойдым. И біз осы видеоуроктарда енді мынау қалған екі код жазу и тестілеу бөлімдерін кезеңдерін біз қарастырып өтетін боламыз. Код жазу, яғни біз соответственно сайтты код жазу арқылы құрастыру, яғни бұл ең үлкен кезең болып табылады. Яғни мына дизайнды там бір күнде істейтін болсаң, мына код жазу бірнеше айларға да созылуы мүмкін, бірақ біздің сайт қарапайым болғандықтан бұны тез бітіреміз деп ойлаймыз. И тестілеу деген қателерді анықтау және туралау, яғни сізде кәдімгі дәптер тексерген сияқты, мысалы дәптерлерде бір қателік жіберіп қою мүмкін, тура сол секілді визуалды түрде қателерін анықтаймыз, немесе тестирование, яғни юнит тест жазуымыз мүмкін, бірақ ол білмеймін, егер ұзаққа созылып кетпесе, онда сонда айтып өтетін боламыз. И келесі нәрсе, ол айтып кететін нәрсе, біздің сайт жалпы екі бөлімнен тұрады деп аттасақ та болады. Ол бірінші бөлімі клиенттік бөлім, ағылшынша фронтенд, и екінші бөлім серверлік бөлік, яғни бэкенд болып табылады. Яғни мына оқып кететін болсаңыздар, мына сайттың қолданушы интерфейс бөлігі клиенттік бөлік табылады. Яғни ол клиент дегеніміз ол кез келген браузер болуы мүмкін, немесе және де өзге технологиялар болуы мүмкін. Мысалға, Instagramның біз білеміз, сайты да бар, и мобильный приложениесі де бар, там iPhone-ға арналған программасы да бар, Android-тарға арналған программалар да бар. Сондықтан да сол үшеуі де ол запрос жібере алатын нәрсе, яғни үшеуі де клиент болып табылады. Бірақ в основном біздің сайттарға қатысты в основном браузер болып табылады. Ол жаңағы iPhone, Android, ол мобильный приложениелер болғандықтан оларды біз қазір атап өтпейміз. Сондықтан да браузерлер дегеніміз ол күнделікті біз интернетке кіріп жүрген нәрселер, мысалға Google Chrome, там Mozilla Firefox, там Microsoft Edge, Opera, UC Browser, Internet Explorer, iPhone-да сіздер Safari деген программаны пайдаланып интернетке кіресіздер мысалға, және де өзге де көптеген осындай браузерлер бар, яғни Яндекс браузер деген бар қазір, по-моему. Осы клиенттік бөлімді в основном HTML, CSS және JavaScript технологиялары арқылы жазатын боламыз. Яғни осы үш нәрсені білген адам осы клиенттік бөлікті жасай алады. Егер де сіз мысалға осы үшеуін біліп, басқа нәрселер білмесеңіз, онда сіз фронтенд разработчик бола аласыз. Яғни онда болашақ мамандық ретінде либо верстальщик деп атайды, бірақ фронтенд разработчик деген более сәйкес деп ойлаймын мағынасы жағынан. И екінші ол серверлік бөлік, бэкенд деп аталады, яғни бұл сайттың аппараттық, не жерде қателесіп кетпін, аппараттық және бағдарламалық бөлігі. Онда сіздер деректер базасымен жұмыс, там кеширование, там сұраныстармен жұмыс деген, яғни запрос ағылшынша, орысша запрос, там ағылшынша request, осындай сайттарды запростармен жұмыс жасайтын боламыз. Бірақ бұны қазір пока қысқа-қысқаша айтып өтіп баратым. Кейін осы моментке келген кезде бәрін жақсылап түсіндіретін боламын. Қазір егер түсінбей жатсаңыздар, уайымдамай қойыңыздар, кейін де түсініп кетемін, кейін де толығырақ түсіндіретін боламын. И мына жерде қарайтын болсаңыздар, көп жағдайда серверлік бағдарламалау тілі және деректер базасымен жұмыс жасау болып табылғандықтан, біз мынау технологиялардың біреуін білуіміз керек, яғни PHP либо PHP мен MySQL всегда, по-моему, бірге жүреді, яғни көбінесе осы PHP тілімен MySQL базасымен жұмыс жасайды, ал Python, там PostgreSQL, енді бұл жерде кез келген базамен жұмыс жасауға болады, бірақ көбінесе мысалға PHP MySQL мен жұмыс жасайды, C# Transact SQL мен жұмыс жасайды, там сондай өзінің бір более бір-біріне жақын технологиялары бар. Сондықтан да біз осы серверлік бөлікте мысалға егер PHP-ді алатын болсақ, обязательно MySQL мен жұмыс жасайтын боламыз. И келесі бөлікті ашатын болсақ, бізде фронтенд обязательно HTML, CSS, JavaScript пен жасалынады, сондықтан мен соларды айтып өтем. И бэкенд, яғни серверлік бөлігі бізде бірнеше тілдермен жазуға болған, яғни әртүрлі тілдерді пайдаланып жазуға болатын болғандықтан, сіздерге сұраныс дегенде өтініш болып табылады. Мысалға мен білетін технологиялар, Python, PHP, C# тілдерін білем.
Сондықтан да біз сайтты жасайтын болсақ, осы үшеуінің қайсысын пайдаланамыз, соны таңдауға көмектесіп жіберіңіздер. Комментарийға осы тілде жазыңыздар деп бір тілді көрсетіп кетіңіздер. Мына жерде PHP-дің бір ерекшелігі, менде сервер бар, PHP сервер, сондықтан біз оны онлайн түрде кәдімгідей көрсете аламын. Бірақ өкінішке орай Python C# менде сервер жоқ, сондықтан мен оларды реально работающий сайт ретінде көрсете алмаймын. Бірақ бұларды локально көрсетуге болады. Ал мына PHP-ді онлайн кәдімгідей интернетке сала аламыз. Қысқаша осы. Қазір енді келесі бізге жұмысқа керекті нәрселерді айтып өте салайын. Бізде жұмысқа керекті нәрселер, интернет керек бірінші очередь. Бізге жәндегі дизайнды, сайттың дизайнын көретін нәрсе Figma деп аталады. Яғни бұл сайт болып табылады, figma.com. И осы сайтқа кіретін болсаңыздар, бізге бірінші тіркелу керек. Sign-up, яғни ағылшынша тіркелу деген осыны білдіреді. И мына жерде біз жазамыз understandable coding @outlook.com. Яғни бұл жерде сіздер өздеріңіздің кез келген логин паролдарыңызды жазсаңыздар болады. Яғни бұл почталарыңызды и парольдарыңызды жазасыздар. Естеріңізден шығып кетпесін, өйткені біз кейінгі жұмыстарда да осы Figma мен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан да кейінгі видеороликтарда бұл керекті нәрсе. Менде, по-моему, қазір бұлда логин бұндай мен тіркеліп қойғам, сондықтан қазір ошибка шығару мүмкін. Хотя нет, ошибка шығармады. Қазір көрейік онда. Мына жерде атын жаз дегенге любой ат жаза берсеңіз болады. Там это без разницы. И дизайн таңдаймыз. Так, я согласен с условиями. И create аккаунт басамыз. Сіздер осы арқылы кіріп кетсеңіздер болады кейін. Бірақ менде уже тіркеліп қойғандықтан, менде мына тіркеліп қойдың деп уже сұрап тұр. Қазір мен тіркелген соң кіруім керек болып тұр. Қазір логин и паролімді жазамын. Так, қате жазып жібердім. И логин дегенді басамыз. Міне біздің неге кірді, яғни сіздерде басында мынандай болуы мүмкін. Қазір мен мынаны жауып тастайын, мыналардың бізге по идее ешқайсысы керек жоқ. Бәрін өшіріп тастауға да болады. Сіздерде де может быть болуы мүмкін, может быть болмауы мүмкін. Енді по желанию сайттың несіне байланысты шығады. Мына жерде біз осы сайтты ашқаннан кейін, мына figma.com сайты осындай сіздердің экраныңызда шықса, онда біз келесі мына оң жақта мынау кнопканы басатын боламыз, импорт деген. И осыны басатын болсақ, бізге файлды таңдауды сұрайды. Бұл файл бізде Figma-ның файлы. Яғни мен қазір сіздерге қалдырып кетем, мына design.fig деген файл. Мен сіздерге осы видеоның описаниесінде соған ссылка көрсетіп кетемін. И сіздер оны скачать етіп алып, осылай таңдайсыздар и открыть дегенді басасыздар. Қазір мынау ашуы сәл ұзақ болуы мүмкін, өйткені ол памяті сәл көбірек. Так, енді күтейік. Так. Что-то ұзақ істеп жатыр, қазір бітсін. Мына уже бітті, design.fig. И done деген басамыз. Одан кейін мынаны екі рет бассақ, либо бір ретте шертсек болады, по-моему. И осында біздің сайттың дизайнын көрсеңіздер болады. Мұнда сіздер мынаны үлкейту үшін Ctrl и мышканың колесикасын крутить етесіздер. Мысалға мен мына бас суретке апарып үлкейтетін болсам, бас сурет үлкейтеді. Егер мына суретке барып үлкейтетін болсам, осы сурет үлкейтеді. Немесе Ctrl
минус Ctrl плюс деген екі командаларды бассаңыздар, Ctrl минус соответственно кішірейтеді, Ctrl плюс соответственно үлкейеді, яғни осылай жұмыс жасаңыздар болады. И астында мұнда егер де қазір үлкейтіп жасам, қазір мынандай нәрсе бар. И ода былай жылжыта берсеңіздер болады. Ал мынаны әшейін колесиканы крутить етіп асты үстіне қозғалту үшін колесиканы крутить етесіздер. Егер де сіздер мынау сайтты полноэкранный режимде көремін десеңіздер, онда мына кнопканы басуыңыздан керек, яғни present. И осыны басатын болсаңыздар, қазір бізде яғни презентационный режимде ашылады. Сіздердің экрандарыңыз менің ноутбугымның экранымен сәйкес келмегендіктен сіздерде басқаша көруі мүмкін. Яғни менде ноутбугымның разрешениесі 1366-768, яғни ол ровно менде размеріне сәйкес келіп тұр. Егер сіздерде үлкен немесе кішкентай болып тұрса, мына width деген бассаңыздар болады, яғни ол андай по ширине, яғни мынау ені бойынша нені туралайды, яғни мынау суретті. Либо мынау арқылы кішірейтсеңіздер де болады, там мынау енді осы жерлерде мынау төртеуін басып ары бері көресіздер. И былай мынау астындағы кнопка арқылы біз мынау беттерді қарай алсаңыздар болады. Яғни осы сайтты жасаймыз. Дәл тура осы сайт жасайтын боламыз. Яғни мына жерде просто мынау сіздердің көріп тұрған нәрселеріңіздің бәрі жай ғана суреттер. Яғни мынау вообще осы мынау бізде сурет, яғни бұны ойламаңыздар, мынау сайт қой кәдімгі деп. Бұл әшейін сурет қана. Бұның мысалға мынау реально жұмыс жасау үшін біз осы видеоуроктарда код арқылы жасайтын боламыз. Так, міне осы беттер. Бізге келесі керекті нәрсе ол HTML, CSS, JavaScript тілдерінде код жазу үшін бізге керекті нәрсе Visual Studio Code деген бағдарлама керек. Ол бірінші мынау страница тұр, code.visualstudio.com деген. Осы сайтқа кіресіздер. И мына жерде Download for Windows деп тұр. Яғни менде, соответственно, Windows 10 версия менде, сондықтан бұл сразу Windowsқа скачать етесің бе деп сұрап тұр. Егер де сізде macOS, Linux болса, онда осы мына жерді басу арқылы macOS, Linux енді өзіңіз қажетті операцион системаға таңдайсыздар. Бізге енді Windows енді керегі, маған енді и скачать ету басамыз. Қазір загрузка басталу керек. Так, қазір күтейік, интернет жай істеп тұр. Мынаны жабасақ та болады, уже керек емес. Так. Загрузканы біткенше күтейік, яғни бұл қазір установщик скачать етіп жатыр. Так, скачать етіліп болынды. Енді мынаяқта обновить дейік. И мынаны орнату үшін біз запускать имени администратора дейміз. Сөйтіп сіздерде .NET деп сұрау мүмкін, либо парольдарыңыз сұрау мүмкін. Менде пароль сұрайды. Сіздерде бірақ .NET деп қана сұрау мүмкін. Сөйтіп да дегенді басасыздар. Так, VS Code ОК. И потом я принимаю условия соглашения. Далее. И установить деген кнопканы басасыздар. Егер де сіздер осы уақытқа дейін басқа да осындай кодтың редакторларымен жұмыс жасаған болсаңыздар, онда любойын таңдай берсеңіздер болады. Там Sublime Text, Atom, WebStorm және де өзге де көптеген программалар бар. Так, завершить десек, қазір Visual Studio Code ашу мүмкін. Visual Studio Code дегеніз жалпы не үшін керек? Бұл бізге осы HTML, CSS, JavaScript тілдерінде кодты көрнекі ретінде жазу үшін керек. Сондықтан да біз енді осы программамен жұмыс жасайтын боламын. Мен енді сіздер өздеріңіздер білесіздер, бірақ желательно осы Visual Studio Code таңдасаңыздар болады, өйткені бұлда өзіндік ерекше бір расширениелер бар, яғни ол басқа там Sublime текстерде кездеспеуі мүмкін. Сондықтан да
алдын ала ескертіп қоямын. Осы біз Visual Studio Code бағдарламасымен жұмыс жасайтын боламыз. Бірақ та сіздер өз қалауларыңыз бойынша таңдауға болады. Енді келесі екінші уроктан бастап біз сайт жасауға көшеміз. Пока осы біздің сайт жасауымызға қажетті программаларды, яғни қажетті файлдарды уже загрузить етіп, бәрін дайындап қойдық. Енді сайт жасауға келесі уроктан бастап көшеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.